Соңғы жылдары әртүрлі аурулар симптомдарының өршуінде макро және де микро элементтердің жеткіліксіздігіне үлкен мән берілуде. Адамның тағамы әртүрлі компоненттердің көп мөлшерін қамтуы керек. Бұл құрамына ақуыз, көмірсу, майлар кіретін макроэлементтер және де дәрумендер мен минералдарды қамтитын микроэлементтер. Кез келген элементтің жетіспеушілігі тапшылық жағдайына және де аурулардың өршуіне әкелуі мүмкін. Маңызды макроэлементтердің бірі бұл бізде магний деп аталады. Магний организмде синтезделмейді. Магнийді тек қана біз тамақпен ғана қабылдай аламыз. Әйелдер үшін магнийге қалыпты тәуелділік күнделікті 300-350 мг, ал ер адамдар үшін 400-450 мг құрауы қажет. Макроэлементтердің жеткілікті деңгейде жүйке жүйесінің қалыпты жұмысына, сүйек бұлшықет жүйесінің жақсы дамуына және де энергия алмасуына әсер етеді. Ол жүректің толық жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Қан тамырлардың кеңеюі үшін қажет. Сондықтан магний тапшылығы кезінде қан қысымы төмендейді, иммундық жүйе толық жұмыс істей алмайды. Магний тапшылығына не себеп туындатуы мүмкін? Ең бірінші созылмалы стресс, екіншіден спорттық жүктемелер, үшінші дұрыс тамақтанбау, төртінші жіңішке ішек сіңірілуінің бұзылысы, яғни асқазан ішек жолдарының аурулары кезінде, төртіншіден жүктілік және лактация кезеңдері, тағамда кальцийдің артық болуы және де алкоголизм себеп болып саналады. Мынадай аурулардың өршуінде магний тапшылығының рөлі дәлелденеді. Яғни эндокриндік аурулардың ішінде қант диабеті және де қалқанша без аурулары, жүрек қан тамырлар жүйесіндегі артериялық гипертензия, аритмия, яғни ритмнің бұзылысы, жүректің ишемиялық аурулар, яғни стенокардия, инфаркт миокарда деген сияқты, және де психоневрологиялық аурулар, депрессияға, есте сақтаудың бұзылысы, және де тырысу, құрысқақ синдромы, бас айналу, бас сақинасы сияқты ауруларға туындатуы мүмкін. Яғни осындай аурулар кезінде магний тапшылығы рөлі дәлелденген. Магний тапшылығы кезінде қандай симптомдар болуы мүмкін? Біріншіден, қатты мазасыздық, тітіркенгіштік, яғни ашуланшақтық кезінде магний 6 препаратын қабылдау жақсы көмектеседі. Екіншіден, аяқ-қолдың құрысуы, яғни аяқ тартып қалды деп айтады ғой, сол кезде біз магний препаратын ұсынамыз. Көздің тартылуы деген сияқты. Одан бөлек, бұлшықеттің ауырсыну, бас ауруы, паникаға ұшырай беретін болса, және де ұйқысыздық, ұйқының бұзылуы, жүрек соғысы жиілеп, қан қысымы тұрақсыз болатын болса, немесе көтеріліп кетіп, немесе төмен түсіп кете беретін болса, осындай симптомдар магний тапшылығы кезінде кездеседі. Егер де адамда созылмалы аурулары болса, және де осы макроэлементтің төмендеуіне алып келетін дәрі-дәрмектерді қабылдап жүрген адамдар болса, үнемі қан құрамындағы магнийдің деңгейін бақылап отыру керек. Ондай препараттарға қайсылары жатады? Мысалға, ингибитор протонның помпа, асқазан ішек жолдарының аурулары бар, амезопразол, пантопразол сияқты қабылдайтын препараттар болса, және де бұл фенотерол, салбутамол деген сияқты, теофилин деген сияқты, егер де ол пациентте бронхиальный астма, тыныс алу жолдарының аурулар болған кезде осы препарат қабылдайтын болса, және де диуретиктер, химиотерапиялық препараттар жатады. Дені сау адамдар тапшылық жағдайы кезінде оның алдын алу үшін ең алдымен магнийге бай тағамдарды тұтынуы керек. Рационға асқабақтың дәнегін, жаңғақтар, какао, бидай кебегі, қарақұмық және де сұлы жармасын, бананды қосуы қажет. Адам рационалды және дұрыс тамақтанатын болса, магний жетіспеушілігіне тап болмайды. Магний тапшылығы кезінде макроэлементтерді емдік препараттармен қосымша түрде қабылдауы керек. Магний деңгейін қалыпқа келтіру үшін препараттың жеңіл сіңетін түрін қабылдауы керек. Магнийдің ең жоғары бейжетімді түрлері, оған тұздардың органикалық түрлері, яғни магний цитрат, магний глицинат, магний таурат, лактат деген сияқты, және де аскорбинат түрлерін қабылдауға болады. Егер сізде қышқылдылық жоғары болса, рефлюкске қатысты проблемалар болса, ең дұрысы магний глицинаты мен таураты болып саналады. Егер де жуан ішекте, яғни тоқ ішекте проблема болса, онда ең дұрысы ол магний цитраты. Магний тобының витаминдерін айтап өткен кезде магний 6 дәрумен жақсы үйлеседі. Сондықтан да сіз аптекаға барсаңыз, магний препаратын сұраған кезде магний 6 деп тұрады. Өйткені екеуі бір-бірімен сіңімділігі жақсы түрде үйлеседі. Одан бөлек магнийді темір, мырыш, фосфор және Е витаминін бірге қабылдау ұсынылмайды. Осыны ескеру керек. Магний және басқа биологиялық белсенді қоспаларды қабылдауды бастамас бұрын ең бірінші анализ тапсырып, магний деңгейін қарап, сосын ғана дәрігермен кеңесіп, өз бетінше қабылдамауға тырысу керек.